Бәріңе сәлем, достар. Қытайдан келген заттарға распаковка жасайық. Бұл жерде екі коробка аяқ киім. Қайнапам балаларына заказ берген болатын. Дай сапасы жақсы. Біреуі. Ол екіншісі. Екеуі бірдей аяқ киім. Тек размерлері әртүрлі. Келесі. Бұлда қайнапамның заказы. Шошып кеттім ғой, үшеу заказ берген сияқты едім ғой деп. Екі ақшыл косметик шыққаны. Бір салатанға салған екен. Екі. Қанды, разы өйден әкелді. Үйде екі ақшыл келді. Ойла, қуамақ дайлап. Өткенде енеме тауға шығатынандай таяқ бар ғой. Соны 2 штукқа берген, 1-ақ штук келді. Қайтадан жазып, оның екіншісін қайтадан заказ, возврат етіп, қайтадан заказ берген болатынбыз. Енді мынау да сондай болып тұр ғой. Қайрат сендер вообще қуасыңдар, иә? Мына жерде бежевый цвет комбинезон. Детский. Келесі бізде соңғы зат. Менің көптеген заказым. Бұл жерде алмазная мозаика, картина. Вау, қарасаңыздар, неше түрлі түсті стразылар. Қараңыздар. Бәрі стразылар. Мынандай өзінің карандаштары бар. Осындай салафандары бар екен. Осындай картина, мынаның бетіндегі пленкасын алған кезде асты клей. Сол клейге мыналарды жабыстырамыз, мына стразыларды жабыстырамыз. Мынандай картинка. Көрсете қойайын. Табиғат. Рамкасыз заказ бердім ғой. Рамканы осы жақтан сатып ала саламыз. Сонда сатпалғасын көрсететін боламын сіздерге. Распаковка бітті. Көп рахмет. Всем пока.